Балмұздақ сияқты креммен өте жұмсақ, нәзік торт жасап үйренгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бөлме температурасында жұмсақ сары майдың үстіне салқын сгущенканы саламыз. 2 жұмыртқаны саламыз. Миксердің төменгі жылдамдығында біріктіреміз. Сосын ұн мен разрыхлительді саламыз да тағы миксерлаймыз. Сгущенка бізде сапалы болу керек. 3 желания немесе Рогачев Деп фирмасының сгущенкасын қолдансаңыздар болады. Корждарды пісіру үшін пергаментті дайындаймыз. Бұл жерде мен қолданған қақпақтың диаметрі 21 см. Осылай сызып аламыз. Сызған жағымызды астына қаратамыз. Осындай қағаздан біз 7 дайындаймыз. Яғни бізде 7 корж болады. Теңдей 7 бөлікке бөлеміз. Содан кейін видеодағыдай осылай жағып шығамыз. Мен сызған сызығымызға бір жарты 1 см жеткізбей осылай жағып шығамын. Чтобы оны кейін кеспеш үшін. Егер ана сызықтан асып кететін болса, онда кесуге тура келеді. Мен осылай барлығын жағып, содан кейін қызып тұрған пеште, алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Егер корждардың түсі сарғыш болса, онда тағы да қызартсаңыздар болады. Енді крем үшін салқын сливки мен салқын сгущенка, қант үшеуін плотный болғанша миксерлаймыз. Осыдан кейін миксерді өшіріп, үстіне 20% сметананы қосамыз да венчиктің өзімен тек қана араластырып шығамыз. Немесе лопаткамен араластырса да болады. Сонымен крем дайын. Енді тортты жинаймыз. Түзу болу үшін кальцода жинадым. Егер сіздер обтяжка жасамайтын болсаңыздар, онда кальцода жинаудың қажеті жоқ. Просто так осылай жағып тортты жинасаңыздар да болады. Үстіне кішкене узор салу үшін мен қасықпен осылай жүріп шықтым. Ол міндетті емес. Болмаса үстінің бәрін украшение жасасаңыздар болады. Фруктымен, ягодымен. Осыны холодильникке қойғаннан кейін бір жарты сағаттан кейін барып қана кальцоны аламыз. Крем кішкене қатқан дұрыс. Содан кейін қалауыңыз бойынша ягодалармен сәндейміз. Ас болсын.